Бәріне сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода ең оңай әрі ең қарапайым мантының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындап алу үшін үлкен құрғақ ыдысқа ұнымызды салып, үстіне 1 жұмыртқа, 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық картоп крахмалы және жылы температурадағы суды құйып, алдымен қасықпен араластырып, артынан қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз сәл қаттылы болуы керек. Жұмсақ болса, піскен кезде бұзылып кетеді. Егер қамырыңыз ерекше болғанын қаласаңыз, көп мөлшерде укроп қосуыңызға болады. Сонда піскен кезде әдемі көрінеді. Қамырымыз күйіп кетпес үшін бетін жауып, илеуі қанғанша қалдырамыз. Илеуі қанам дегенше фаршымызды дайындап алайық. Алдымен картопты майдалап, кубиктап турап аламыз. Көп уақытта алмас үшін пиязды блендерден өткізіп аламын. Дайын болған картоп пен пияздың үстіне тартылған етті саламын. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзды мөлшерлеп саламыз. Піскен кезде фаршы сочный болып шығуы үшін мен жарты кесе шикі май және жарты кесе салқын су қосып араластырамын. Илеуі қанып дайын болған қамырды керекті зуалаларға бөліп жаямыз. Жайған кезде қамырымыз тым жұқа немесе тым қалың болмау керек. Жайған қамырымызды видеодағыдай 4 бұрышты пішінде кесіп аламыз. Қамырдың ішіне фаршты салып түйеміз. Манты қазанның табаларын майлап, мантыларды салып 45 минутта буға пісіріп аламыз. Бізде осындай сочный әрі дәмді мантылар дайын болады. Егер сізге рецепт және нәтижесі ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Және ең бастысы, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Соңына дейін болғаныңызға рахмет.